балаңның атын Мұхаммед қойма, ол ауыр дейді. Кім айтты ауыр дейді? Аттың салмағы бола ма екен? Мұхаммед деген ат қою керек та, бірақ ол бала оған лайық болу үшін, ол бала емес, сол отбасы сол атқа лайық болу керек. Ол Мұхаммед деп ат қойып, оны роддомнан бір шығарғанда бір шампанмен жуып, ол сөйлегенде бір арақпен жуып, өскен кезінде бір арақпен жуып, оны әр қуанышында арақпен жуып жүрсең, ол Мұхаммед, ол Мишама, Мухама біреуге айналады да одан кейін. Оны сол Мұхаммедке лайық қылып өсіретін, ол сол отбасы соған лайық болу керек. Ал енді қараңыз, менің балам аты Мұхаммед. Сол кезде біреу маған менің балама Мұхаммед десе, ол кезде салауат айту міндет емес. Өйткені негізгі айтылып тұрған имеется в виду деп айтады ғой орыстар. Негізгі айтылып тұрған нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайлы емес, менің балам жайлы болғандықтан ол Мұхаммедке, қазіргі Мұхаммедтерге салауат айту міндет емес. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайлы тақырып кетіп жатыр ғой. Керек десеңіз аты аталмай-ақ Алланың елшісі деп негізі сол жайлы айтылып жатыр ма, сізге салауат айту міндет болады. Міндет болады.